алтынның бағасы каждый сәт сайын жаңарып жатыр, иә. Сол себепті ертең жалпы тоже баға лонговый, ары қарай да лонг кетіп 5494, яғни 5500 деген бағаға дейін баруы мүмкін. Бірақ қараңыздар, 5371, 5362 деген бағадан былай поддержка алып, бұл қазір разворот беріп, мына жерден разворот алып, былай қарай да өсуі мүмкін. Өсуі мүмкін. Енді біз тейктеп, негізі хай бағадан біз ешкім тейк таба алмайды ғой. Сол себепті мынаны 4-ке бөліп қарастырсақ болады. 4 тейк деп күтіп қарастырсақ болады. Бірінші тейк, екінші тейк, үшінші тейк, и төртінші тейк деп мынаны алсақ болады. Бару мүмкін 421, 45, 69 и 95 деп. Енді қараңыздар, мына жерде егер де мына бағаны қиып кететін болса, мына жерде 47-ге дейін құлайды, 31-ге дейін құлайды, и 31-ден 31-15-тен, то есть 20-лар жақтан поддержка алып, ол қайтадан өсуі мүмкін. Мынау жай коррекция болатын болса, мынау терең коррекция болады. Сондықтан ертең, пока бізде тренд лонговый болғандықтан шорт жоқ. Енді мына жерде қарастыратын болсам, менде трендлайн бағыты бойынша қарастыратын болсақ, бізде мына жерде именно 340 и 326 деген бағадан лонг кетеді. Бірақ бұл үлкен таймфреймдерде қарап отырмын, но примерно рынок барады деген 4500, 5456 деген бағаны көрсетіп тұр трендлайн бойынша. Сондықтан алдағы уақытта тек қана өсу, пока мына бағаны қиып төмен түспей, бізде шорт жоқ.